Бүгінгі таңда ақпараттық медиа кеңістігінде мемлекеттік тілде сауатсыз жазу, сонымен қатар қате сөйлеу үрдісі кеңінен белең алуда. Оның негізгі себебі орфографиялық және орфоэпиялық нормаларды сақтамау. Сауатты жазу тіл мәдениетінің бір көрінісі. Қатемен жұмыс жобасының мақсаты қазақ тіліндегі актив сөздердің дұрыс жазылуы мен айтылуын көрсету. Сөздерді бірге немесе бөлек жазу баршамыздың мәселемізге айналды, бірақ бұл әлі шешілмей жатқан мәселе екен деп, бір сөзді біресе бөлек, біресе бірге таңбалай беруге болмайды. Бөлек жазылу сөздің жеке дара мағынасы бар сөйлемнің дербес мүшесі бола алады дегенді білдіреді. Бірге жазылу деген сөздер сыңармен бірігіп қана бүтін болады. Бөлініп жазылса, сөз мағынасы өзгеріп кетеді дегенді білдіреді. Бүгінгі қозғайтын тақырып бірге ме әлде бөлек пе? Қазіргі таңда құмар аралық деген сөз құрастырушы тұлғалардың біресе бірге, біресе бөлек жазып жүрміз. Мәселен, халықаралық сөзін бірге, ал ауданаралық, қалааралықты бөлек жазатындарды байқаймыз. Сол секілді атақ құмарды бірге, тәтті құмар мен арыс құмарды бөлек жазады. Сонымен құмар аралық деген сөз құрастырушы тұлғалармен келген сөздер тек қана бірге жазылады. Мысалы, аң құмар, арыс құмар, атақ құмар, ат құмар, ақша құмар, әзіл құмар, ән құмар, тәтті құмар. Аралық сөзі арасы, ортасы, жаны, қасы, маңы деген сияқты көмекші сөздердің бірінен жасалған және бұған жоғарыдағы ұластыруыштар қатарындағы лық жұрнағы қосылғандықтан бірге жазылатын болды. Ауыл аралық, аудан аралық, бағана аралық, буын аралық, бөлімше аралық, деңгей аралық, сала аралық, пән аралық. Тілімізде жай сөзімен келетін бірқатар сөздерді де бірге, кейде бөлек, тіпті дефиспен жазғанын байқауға болады. Мәселен, мекен-жай деп жазылып жүр. Дұрысы мекен-жай, себебі жай сөзі орын, мекен, тұрақ деген мағынаны береді. Бірақ жалпы мәнде жұмсалады, сондықтан алдыңғы сыңармен бірігіп жазылатынын ұмытпауымыз керек. Әуежай, егінжай, еружай, жағажай, жылыжай, қонақжай, қонысжай, қоражай, мекенжай. Ит жанды сөзін бірге жазса, нәзік жанды сөзін осылай бөлек жазатындарда кездесіп жатады. Ал негізгі жанды сөзі құмар, әуес мағынасындағы сын есім болатын. Бірақ біріккен сөздермен сын есім жасайды. Бұл қатардың бірігуін тездеткен сөз соңындағы д жұрнағы еді. Сондықтан мына сөздер: ақын жанды, бала жанды, дүние жанды, жау жанды, ит жанды, қызыл жанды, нәзік жанды бірге жазылады. Алғыс хат па, алғыс хат па? Сен хаттың маңызын үлкен кісілердей ата-анаңдай біле бермейсің. Бүгінде оның орнын телефон, ғаламтор басқан. Ал шын мәніндегі хаттың мағынасы біреумен хат-хабар алысу үшін жазылатын жазба. Осы мағына жеке басқа қатысты жазылған құжат мағынасына көшкенде бірге жазылатын болады. Оның себебі егер бөлек жазылса, тура мағынасында түсінер едік. Сонымен алғыс хат, ашық хат, нұсқау хат, сенім хат, қол хат, түсінік хат, үндеу хат, жолдау хат, қатынас хат, кепіл хат бәрі бірге жазылады. Тек қызметтік хат бөлек жазылады.